Мен Мұрат Мерей, Қызылорда облысы Шиелі ауданы номер 270 Ғафыр Мұхамеджанов атындағы орта мектебінің 7-ші сынып оқушысы. Мен сіздерге осы екі үлкен жобаның шешімі ретінде Рестайл Қазақстанның жасыл мұрасы жобасының табиғатты аяла республикалық форумының эко-крафт номинациясын ұсынғалы отырмын. Мен сіздерге шопер сөмке мен эко жакет ұсынғалы отырмын. Менің бірінші ұсынғалы отырған жұмысым шопер сөмке. Бұл жай ғана аксессуар емес, бұл табиғаттың бізге деген үндеуі. Бұл шопер сөмке ескіріп қалған, бірақ мыңдаған литр суды шығындаған джинсы матасы мен пластик пакеттерді, біздің табиғатты ластап жатқан пластик пакеттерден тұрады. Бұның ерекшелігі екі бетінде ұстауға болады. Бірінші бетін құрақ техникасы арқылы жасасам, екінші бетін ою арқылы жасадым. Ал ұстайтын жерін джинсы матасымен өру арқылы жасадым. Менің ұсынғалы отырған екінші жұмысым эко-жилет. Мен бұны анамның ескі келмей тұрған киімнен жасадым. Үстіңгі бөлігін сөгіп алып, астыңғы бөлігінен пакеттерді бір-біріне қойып үтіктеу арқылы терминалдық жолмен оюлар салып істедім. Оны тігім машинасымен тігіп алдым. Және қолдарын, белдерін ескі шектелермен жасадым. Және артқы бөлігіне ою жасадым. Бұл қошқар мүйіз ою, ол береке мен бірліктің белгісін білдіреді. Және астыңғы бөлігіне пластик пакеттері арқылы желбезек жасадым. Жұмысымды қорытындылай келе, менің жұмысым шығынсыз өндіріс, материалдар тегін, яғни тұрмыстық қалдықтар. Бұл эко-сөмке 100 бірлеттік пакетті қайта алмастыру арқылы жасалады. Мен бұл эко-шапан мен сөмке жасау арқылы біріншіден 50 реттік пакетті табиғатқа тасталуына жол бермедім. Екіншіден, бұл джинсиді қайта пайдалану арқылы 10 000 литр суды сақтап қала алдым. Үшіншіден, бұл сөмкені пайдалану арқылы пакеттерден 800-ден астам пакетті сатып алмауға болатынын түсіндім. Қалдық бұл тек қайта пайдаланған ресурс, табиғатты аялау, ескі затқа екінші мүмкіндік беруден басталады деп өзімнің жұмысымды аяқтаймын.